мен Ая. Ақтөс, Ақтөс! Эй, Ақтөс! Жарайсың, Ақтөс. Ақтөсім менің. Рахмет. Ақтөс, жасырынба ойнағың келе ме? Я, ойнайық. Жарайды, ендеше бастайық. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Ақтөс, мен жасырынам, сен іздейтін болдым. Көзіңді жұмда, 10-ға дейін сана. Жарайды. Болды, іздеймін. Ақтөс, қалай тез таптың? Мен иіс сеземін. Иіс. Қандай иіс, Ақтөс? Мен ештеңе сезіп тұрған жоқпын. Түсінбедім. Ешқандай иіс шықпайды. Ал енді мен. Жасырынам. Жарайды, Ақтөс, жасырына ғой. Мен санайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұл жерде жоқ. Түсінбедім. Ақтөс дейм, қайдасың? Таппадым, шыға ғой, шықшы. Ақтөс! Жарайсың, Ақтөс, мықты жасырынады екенсің. Мен де. Ескеп көргем, түкте сезбедім. Ол оп-оңай ғой. Түсінбедім. Сәлем, достар. Сәлем, Бибі. Бибі, мен неге Ақтөс сияқты иіс сезбеймін? Әли, Ақтөс ит қой. Иттер иіс сезгіш болады. Сондықтан да аңшылықта адамдар аңдарды тез тауып алу үшін машықтандырылған иттерді іздеріне ертіп жүреді. Түсіндің бе? Солай ма? Иә. Ая, мына қолыңдағы не? Кітап қой. Оны қайдан алдың? Анашым берді, іші қызыққа толы деді. Қызыққа толы кітап? Ая, ішін ашып көрмедік пе? Көрейік. Қандай әдемі. Керемет екен. Сәлем, Ая. Сәлем, Бибі. Кітаптарың әдемі екен. Қаладан анашыма келіп берді. Қызық кітап. Иә, шынымен де. Іші ілім-білімге толы жақсы кітап екен. Біз білімді кітаптан аламыз. Анашым да дәл солай айтқан. Іші қызыққа толы депті. Бибі, білімді кітаптан аламыз дедің бе?
Иә, білім кітапта. Кітап алтын қазына деген бабаларымыз. О, Тамаша, мынау керемет сыйлық болды ғой. Алақай, білімді боламыз. Алақай. білімді болғымыз келеді. Бибі, атам мен әжем бізге үнемі білімді болыңдар. Бар жақсылық біліммен келеді дейді. Солай дейді. Біздің үйде көп кітап бар. Атаң мен әжең өте дұрыс айтады. Білген жақсы, ал білмеген қиын. Күш білімде, білім кітапта деген халқымызда нақыл сөзде бар. Солай. Ал мен бәрін білгім келеді. Күшті болғым келеді. Білімді болғым келеді. Мен де. Ендеше бастайық, достар. Кітаптағы тапсырманы орындайық. Ең алдымен мына кітаптан көріп отырған жан-жануарлар мен құстарды атап шығыңдар. Содан соң олардың арасындағы ең үлкенін, ең ұзынын, ең кішкентайын табыңдар. Мынау піл, ол үлкен. Тұмсығымен етіп су шашады. Біз оны хайуанаттар бағынан көрдік, Али. О, үлкен, дәу. Рас қой, Али. Міне, мынау түйе. Ол да үлкен. Бірақ білден кіші. Дұрыс, Ая. Түйе білден кішірек болады. Түйе 4 түліктің бірі. Оның сүтінен шұбат жасайды. Ол денсаулыққа өте пайдалы. Солай ғой, Али? О, мен шұбатты жақсы көрем. Әжем шұбат ішсең, мықты болып өсесің дейді. Түйенің төлін бота дейді. Бота біздің досымыз. Жарайсыңдар, балалар. Мынау керік қой, бойы ұзын. Дұрыс, еріктің бойы ұзын. Ол ұзын мойнын созып, биік ағаштарда өсетін жапырақтарды үзіп жей алады. Қызық. Мынау балық. Ал мынау не, Бибі? Балықты дұрыс таптың. Ал бұл дельфин. Дельфин? Дельфин де балық сияқты суда өмір сүреді. Ол теңіздер мен мұхиттарда жүзіп жүреді. Солай ма? Мына көбелектерді қараңдаршы, қандай әдемі. Ая, көбелек қуам деп адасқаның есіңде ме? Есімде. Али, мынау бал жинайтын ара ғой. Сенің кішкентай арадан қашып, құтқарыңдар! Ата, құтқар! Қорқам! Ара! Деп жүгіргеніңде есімде. Ая, мазақтама. Көрер едім бір топ ара гүж-гүж етіп қаласа. Бибі, айтшы Аяға. Иә, ара шақса қиын болады. Ая, болды енді. Бибі, мынау құмырсқа ғой. Кәдімгі кішкентай құмырсқа. Құмырсқа кішкентай болғанымен өте еңбекқор болады дейді атам. Бибі, бұл жердегі суретте ең үлкені піл болса, ал ең кішкентайы құмырсқа. Солай ғой? Дұрыс, Али. Өте дұрыс. Ал ең ұзыны ше, ең ұзыны керік. Я, Бибі? Өте дұрыс. Жарайсыңдар. Ал мынау не? Кәне, кім айтады? Мынау бүркіт қой. Биікте ұшады. Адам оны қыран құс дейді. Дұрыс, қыран. Бүркіт өте қырағы болғандықтан аңшылар оны қолға үйретіп, аң аулауға баулайды. Ол аңды алыстан көреді. Өте қырағы, алғыр. Сондықтан да бүркітті халқымыз қыран деп атайды. Мықты екен ғой. Қыран. Бибі, атам кейде Алиді қыраным-ау дейді ғой. Неге? Зейінді, зерек, ұғымтал баланы халқымыз қашанда қыранға теңеген. Ал біздің Али нағыз қыран, батыр ғой. Солай ма? Солай. Атам біледі ғой. Қыран! Жарайды, Али, қырансың, білдік. Қойсаң шенді мақтана бермей. Қыран деймін, әне, аспанда Ая. Анан қара. Керемет! Қыран! Ей,
қыран құс! Эхей! Мен де сен сияқты қыранмын! Эхей! Естимісің, қыран құс? Хей! Биік, өте биікте жүр. Әли аға, ол бізді көре ме? Қалай ойлайсың? Әрине көреді. Ол қыран ғой. Мен өде, сен өде. Тіпті Ақтөс пен сенің мына кішкентай көжегіңді де ап-анық көреді ол. Қыран ғой ая. Қыран. Керемет. Шіркін. Мен де осы қыран сияқты аспанда шарықтап шалатын болсам ғой. Эхей, қыран құс! Естимісің мені? Эхей! Балақай, жақсылыққа асық бол, жамандықтан қашық бол. Жақсылыққа, айналаңдағы жандарға, достарыңа үнемі жақсылық жасауға асық. Адалдықпен жақсылықты серік етсең, өмірде бар арманың орындалады. Елі сүйген нағыз қыран жігіт боласың. Қыран, балақай, қыран. Естідім қыран құс. Рахмет, балақай. Қыран құсым биіктен жердің бетін шола бер. Қастерлейтін сүйікті